Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай вафлилар дайындаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттарды мөлшермен описанияда жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқамызды таза ыдысымызға салып, миксермен түсі ағарғанша араластырамыз. Одан соң оған қантымызды аз-аздан бөліп сала отырып миксермен араластырамыз. Яғни қантымыз толық еруі қажет. Ол үшін 3 минуттан артық миксермен араластыру керек. Бұдан соң оған бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Май міндетті түрде бөлме температурасындағы болуы қажет. Майды қысқа толқынды пеште не болмаса отта ерітуге болмайды. Міндетті түрде бөлме температурасындағы май болу қажет. Бұдан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды бөліп сала отырып миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді бұған бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай, яғни қаймақ тәріздес болып шықты. Қоймалжың қамыр болды. Вафельницамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Содан соң оған бір ас қасықтан қамырымызды құя отырып вафлиларымызды дайындаймыз. Вафлиді өз қалауларыңызша ораймыз. Мен осындай етіп орадым. Немесе түтікше етіп орап, арасына варенка қосып, крем жасап салуға болады. Ол өз қалауларыңызша. Осы ретпен барлық қамырды дайындап шығамыз. Жасалуы өте оңай, құрамы өте қарапайым. Жасап көріңіздер. Балалар үшін өте таптырмас, тәтті. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.